Қазіргі балаға жаңа телефон сыйлаймыз, мектепке ұсталған, оның реакциясын, эмоциясын көретін боламыз. Кеттік. Бұне. Ахмет. Ассалаумалейкум достар, менің баламда мектепке арналған бөлік смартфоны бар. Онда ешқандай ойын-сауық бағдарламалар мен ойындар жоқ, тек оқу мен мектепке арналған қосымшалар мен контактілер ғана жазылған. Бірақ ол смартфон ескі болғандықтан заряды бір күнге де жетпейтін. Ал оның түрін көрсеңіздер, атом бомбасы жарылған кездегі жаңағыдай эпицентрінде қалып қойған смартфон сияқты. Жалпы көпті көрген, атадан балаға қалған ескі смартфон. Сондықтан оған жаңадан смартфон іздей бастадым. Және ең басты талаптары біріншіден аккумулятор батареясы көлемді, бірнеше күнге жететіндей, отырып қалдау деп қорықпайтындай болу керек. Екіншіден жерге құласа сынбайтын, суға батса батпайтын, отқа жанса жанбайтын, онымен қоса техникалық тұрғыдан заманауи әрі сапалы, және жоғалтып алғаннан ешқандай жүрек ауырмайтындай болу керек. Біреу қазір күліп отырған шығар, онда оның бәрі бір смартфонда болу мүмкін емес деп. Ал мен болсам ондай аппаратты тапқан сияқтымын. Және ол Blackview 6200 Pro 4G смартфоны. Кеттік онда. Және де достар, бұдан бұрынғы 520 алмазды мына балау түбі барлықтарымыз құттықтаймыз. Және де бүгінде әдеттегідей әрине сіздердің араларыңызда бір адамға 520 алмаз ойнатамын. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік, мұқият видеоны қарап отырыңыздар. Жалпы смартфон жап-жаңа осы тамыз айында ғана шықты. Қазір оны бірге ашып, оның комплектациясымен танысып көрейік. Ох ты, қорапта осылай көрінеді. Бір немесе 1,5 метрлі Type-C кабелі бар. Әрине блок питаниясы, және де ол 18 ватты смартфонның өзі. Макулатура, яғни документациясында көруге болады. Ал оның астында осындай скрепкасын да таба аласыздар. Ай, шіркін. Жалпы сырттан смартфон бір противоударный, сондай бір чехолда сияқты көрінеді. Бірақ оның сыртқы түрі өзі сондай бруталды болып келеді. Төрт бұрышты темір мен пластиктен жасалынған. Сатылымда 3 түрі бар: жасыл, оранжевый және қара сызықты болып келеді. Нағыз тактикалық әскери смартфонға ұқсас. Ұзындығы 174,4 мм құраса, ені 82 мм, қалыңдығы 19,2 мм құрайды. Ал салмағына келетін болсақ 438 грамм. Яғни жарты килограммдай. Менше егер тырысып көрсе, онымен біреуді өлтіруге де болады дейді ғой. Ойын әрине. Алдында фронталды камера мен динамикті көре аламыз, артында 2 камера, вспышка, бір үлкен дәу динамик, және де Blackview деген жазуды таба аламыз. Сол жағында дыбысты реттейтін качелькамен қосып сөндіретін батырма және саусақ ізінің сканері функциясында атқарады. Оң жағында 2 сим карта мен қосымша SD картаны қосатын лотокты тапсақ, оның астында бір функционалды батырманы көреміз. Ол батырмаға түрлі командалар немесе кез келген қосымшаны байлауға болады. Жаңа iPhone 15-тің кнопкасы сияқты. Енді смартфонның техникалық сипаттамаларына келетін болсақ, смартфон 13-ші Android Tiramisu немесе Dock C оболочкасында жұмыс істейді. Процессор 8 ядролы, 2,3 ГГц жиілігі бар. MediaTek Helio MT6765V болса, графикалық процессор AMD Power VRGE болып келеді. Оперативтік жадысы LPDDR4X типті, 4 ГБ физикалық және 4 ГБ программды көлеммен бірге 8 ГБ-қа дейін көбейтіледі. Ішкі жадысы 128 ГБ-ті құрайды. Сонымен қатар әрине смартфон 4G, Wi-Fi, Bluetooth және тағы басқа түрлі технологияларда әрине баршылық. Ал бұл сандарды Geekbench-ке салатын болсақ, мынандай нәтижені көреміз. Дисплейіне келетін болсақ, смартфонның алдыңғы 72% алуда және 6,56 дюймді LCD IPS экран, ажыратымдылығы 720-да 1612, яғни HD+ болып келеді, және жарығы 450 кД-ға тең. Экран жарығы жақсы деңгейде, видеолар мен сол желіде отыру, мәтін мен тексті оқу ыңғайлы, автожарықтандыруы да бар, тіптен күннің астында да бәрі анық көрінеді. Камералар жайлы не айтуға болады? Басты камерасы 13 мегапиксель, ал фронталды камерасы 8 мегапиксель болып келеді. Қазір экранда смартфон әр режимде қалай фотоға түсіретінін көре аласыздар. Видеоға келетін болсақ, Blackview 6200 Pro Full HD және 60 FPS-та түсіре алады. Және оның да сапасын қазір экранда баға бере аласыздар. Ал енді смартфонның ең сондай мықты жақтарына тоқталайық. Өйткені дәл осы жақтары мені осы смартфонды алуға итермелеген болатын. Бірінші, бұл жарты килограмм смартфонда оның көлемді аккумуляторы қызықтырды. Бұнда 13,000 мА құрайды. Ойланып көріңіздерші, кейбір смартфондарда 3000-4000
Кипр болса тіптен 5000-нан асса біз қуанатын едік. Мұнда болса 13000. Менше бұл аккумулятор Кипр пауэрбанктардың өзін артта қалдырып кетеді. Енді балаларым, бұл смартфонмен бір аптадай зарядтамай ешқандай подзарядкасыз мектепке алып жүре алады деп ойлаймын. Екіншіден, смартфонға қараңыздаршы өздеріңіз. Бұл смартфон шынымен де бір әскери құралға жақын сипаттамалары бар. Мен басында айтып кеткендей, Blackview отқа жанбайды дегенімдей, бұнда неміс стандартындағы IP69K қорғау дәрежесі қолданылған. Яғни бұл смартфон жоғарғы температура мен үлкен қысымдарға жақсы шыдай алады. Оны тексеру үшін қазір бұл смартфонды отқа жағамыз деп айтып жатсам. Жоқ, шынымен де кейбір смартфондарды мысалы тугисті қосып торпедаға машинеге былай қойып қойсаң күннің астында қызып істемей алады. Өзім смартфоным сондай әйтеуір. Ал енді оның суға батпайды деген пікірді оның IP68 қорғау дәрежесі бар болуы ақтауы тиіс. Сондықтан қазір смартфонды суға шомылдырамыз. Көріп тұрғандай достар, бұл смартфонға ештеңе болмады. Яғни IP68 бен бұл смартфонды 1,5 метр тереңдікте 30 минуттай батырсады, ештеңе болмауы тиіс. Сонымен қатар IP68 ұсақ шаң мен топырақ сияқты заттардан да қорғауы тиіс. Ал енді MIL STD810H қорғау дәрежесі тіптен бұл ақш-тың қорғаныс министрлігімен құпталған 28 түрлі тесттен қорғау стандарты болып келеді. Оның ішінде -21-ден -23 градусқа суықта да, қатты ыстықта да, суда да, тұзды, тұманда да, шаң, құм, лайда істей алатындай және тағы көптеген қорғау дәрежелері қолданылған. Оның бәрін әрине мен тексере алмаймын. Сондықтан ең бастысы қазір Кубалай кеміз мұны лақтырып сынудан тексеріп көруіміз керек. Ал кеттік. Короче, ол отқа жанбайды, уға батпайды, сындырсан сынбайды, уға лақтырсан сынбайды, уға шомылдыру керек. Ты же мощный. Осымен достар, менің айтайын дегенім, өзімен бірге, балық аулауға, шаңшылыққа, табиғатқа, пикникке, тауға, қыдыруға жаңағындай бірге алатындай девайс, немесе мен сияқты алаңдамайтындай балаларға мектепке беріп қойып не істен өсте, бір апта зарядтама, құлат, сындыр, ешқандай чехол тақпай қой деп беріп, ешқандай алаңдамайтындай. Яғни сондай смартфон іздесеңіздер, Blackview'дің осы 6200 Pro смартфонына көңіл аударуға болады. Қазіргі таңда оның бағасы 127.240 теңге AliExpress'та, бірақ сипаттамада қалдырған сілтеме арқылы өтіп сатып аламын десеңіздер -40% бен 76.344 теңгеге алып кете аласыздар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұндай телефонды қалаушы едіңіздер? Пікірлеріңізді міндетті түрде комментарияға жазыңыздар және қасына Free Fire ID-ін қалдырыңыздар. Ал мен болсам келесі Технобро рубрикада сіздердің араңызда тағы да 520 алмас ойнатып тастайтын боламын. Осымен достар, аяқтаймын. Сау болыңыздар. Пока-пока. Мелікпен кеубро, самғайды тек биікке, схронға басып сканер қосып дәл төсеміз пикке. Басқа тартып шлемді, броня үшті киілді, грибочекті тауып алып бастаймын мен биімді. MP40 бас жарады, кім болсан да жақыннан, корекпенен авымнан хедшот берем басынан. Ашып алып дропты, гроза болса бөпті, монстр дракка мініп алып изи алам топты. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді, сковородка алып жүрсен сақтап қалар көдің.